Ысылдау аққу. Аққу рухани тазалықтың, адалдықтың және шынайы махаббаттың белгісі. Оларды әлемдегі ең әдемі құстар деп айтсақ қателеспейміз. Аққудың сирегі қайтыс болғаннан кейін ол қатты қайғыға батады, ал кейбіреулері өзіне қол жұмсайды. Климаты ыстық жерде олардың түсі қара, ал суық аймақта ақ болады. Бұл құстардың басым көпшілігі қызыл кітапқа енген. Өзіне жұп тапқан соң өмірдің соңына дейін оны тастамайды. Сол себептен тойға шақыру билеттерінде үнемі екі аққудың суретін бейнелейді. Оның денесінде шамамен 25 000 қауырсын болады. Қара аққу көбінесе Австралия құрлығында мекен етеді. Қауіп төнген жағдайда адамға шабуыл жасауы мүмкін. Адамның сүйегін сындырып жіберген кездер де болған. Суыққа төзімділігінің арқасында 8 метр биіктікте ұша алады. Бұл құстар арасындағы әлем рекорды. Өмір сүру ұзақтығы 20-30 жыл. Еуропаның суда жүзетін ең үлкен құсы болып табылады. Оның ауырлығы 15 килограммға дейін барады. Олар суда өсетін өсімдіктермен, құрттармен және жәндіктермен қоректенеді. Аққудың 6 түрі белгілі. Ересек аққу 5 килограмм тамақ жеп қоюы мүмкін. Орташа ұшу жылдамдығы 65 км/сағат. Аққулардың үйректерден басты ерекшелігі олардың мойны ұзын болуы. Ұлыбританияда барлық аққулар ханшайымға тиесілі, олайда аулауға тыйым салынған. Оның көздері өте жақсы көреді. Бұл қабілет оған судың астында азық табуына көмегін тигізеді. Аққу Финляндия елінің ұлттық құсы. Ежелгі заманнан бері аққуды өлтіру адамның өміріне бақытсыздық әкеледі деген сенім бар. Туылған кездегі түсі сұр болады. Африкалық страустар қазіргі заманғы құстардың ішіндегі ең ірісі. Ересек адамның максималды биіктігі 2,7 метрге дейін жетеді. Дене салмағы 155-156 килограммға дейін. Түйеқұстардың конституциясы тығыз, мойны ұзын және басы кішкентай, жалпақ келеді. Құстың едәуір жұмсақ тұмсығы, түзу және жалпақ тұмсық аймағында мүйізді тырнағы бар. Көздері айтарлықтай үлкен, қалың және салыстырмалы түрде ұзын кірпіктермен ерекшеленеді. Олар тек жоғарғы қабақта орналасқан. Құстың көру қабілеті жақсы дамыған. Сыртқы есту тесіктері әлсіз қылшықтың арқасында басынан өте байқалады және олардың пішіні бойынша олардың кішкентай және ұқыпты құлаққа ұқсайды. Африкалық сүйеқұс түрлеріне тән қасиет бұл килдің сондай-ақ кеуде аумағында дамымаған бұлшықеттің болмауы. Ұшпайтын құстың қаңқасы феморды қоспағанда пневматикалық емес. Көптеген жыртқыштар түйеқұстардың жұмыртқаларына, оның ішінде шакалдарға, ересектерге арналған гиеналар мен қоқыс жыртқыштарына жем болады. Мысалы, қасқырлар үлкен және өткір тасты тұмсығымен ұстап алады. Ол түйеқұстың жұмыртқасын бірнеше рет жоғарыдан лақтырып, қабығының жарылуына түрткі болады. Арыстандар, леопардтар мен геопардтар жиі жетілмеген жаңадан шыққан балапандарға шабуыл жасайды. Көптеген бақылауларда көрсеткендей, Африканың түйеқұстарының табиғи шығындары тек жұмыртқаларды инкубациялау кезінде, сондай-ақ жас жануарларды өсіру кезінде байқалады. Алайда түйеқұстар тым ұялшақ құстар деп ойламау керек. Ересектер күшті және едәуір агрессивті бола алады. Сондықтан олар қажет болған жағдайда тек өздері жақындары үшін ғана емес, ұрпағын да оңай қорғауға қабілетті. Ашулы түйеқұстар еш ойланбастан қорғалатын аумаққа қол сұғып алған адамдарға да шабуыл жасай алады. Питоху оға қаныққан. Ол құстардың терісі мен қанаттарымен пасериндер қатарынан толтырылған қауырсынды отбасы австриялық ысқырыштар болып табылады. Құс Австралияның өзінде емес, Жаңа Гвинеяның ормандарында кездеседі. Питохудің токсинін Джек Дембер Байкер сипаттайды. Чикаго университетінің қызметкері жұмақ құстар деп аталатын нәрсені зерттеді. Питоху олардың бірі болған жоқ, бірақ торға ілінді. Джек қауырсынды босатты, осылайша ол саусағын тырнады. Ғалым жараны жалап тілдің жансыздануын сезді. Dan Байчер не болғанын түсіндіре алмады. Алайда тағдырдың қалауымен орнитолог қайтадан ыңғайсыздықты сезініп Питохуды аулауға тап болады. Содан кейін құстың уытылығы туралы болжамдар пайда болды. Құстардың өзі эволюция процесінде битке қатысты айтуға болмайды, оға төзімділікті дамытты. Басқа құстарды паразиттерден олар питомыға тимейді, олардың уы жыртқыштардан да қорғай алады. Бір құстан улану 800 тышқанды өлтіреді, яғни ол ірі жыртқыштарды өлтіреді. Питоның 60 граммды корпусында қауырсындар қосқанымен шамамен 30 мг батротоксин бар.
бір қызығы құстар токсинді алатын қоңыздың өзі петуху сияқты қара және қызғылт-сары түстермен боялған екен. Гарпия жыртқыш құстар тобына жататындықтан қарамастан әлемдегі ең әдемі құстардың бірі болып саналады. Қыран құстың денесі 90-нан 110 сантиметрге дейін жетеді, ал ол қанатын жайғанда ұзындығы 2 метрге дейін ұзарады. Салмағы болса 6-9 келіге дейін жетеді. Гарпияны көрген адамның көзі бірдей басындағы айдар мен қап-қара өткір көздері және әдемі қауырсындарына түсетіні анық. Жыртқыш құстың өзге қырандармен ерекшелігі аяқтарының тым жалпақ әрі мықтылығында. Оның аяқтары аса ауыр салмақты көтере алады. Ол тропикалық орман алқаптарын мекендейді, көбінде өзенге жақын жердегі биік ағаштарда ұя салады. Ұяда бір жұмыртқадан пайда болады. Казуар ірі үш саусақты, сыртынан қарағанда байқалмайтын шамалы қанаты бар құстар. Басқа түйеқұстарға қарағанда бұлардың аяқтары қысқарақ келеді. Бас жағындағы қауырсындары қысқа, нашар жетілген. Қауырсындардың қосымша сабағы да болады. Бұлардың бір түрі Австралияның шөл далалы жерлерінде кездеседі. Бұлар топтанып 4-6-дан бірігіп жүреді. Казуарлар үлкен ұшпайтын құстар. Олар өз отбасының бірегей мүшелері. Индонезия тілінен аударылғанда бұл құстың атауы мүйізді бас дегенді білдіреді. Барлық казуарлардың басында дулыға деп аталатын мүйіз тәрізді шығыршық бар. Бас пен мойынның өзінде қылшық жоқ және терінің көкшіл-көк түсіне ие, ал мойындағы сырғадан сыртқы түрін оңай анықтауға болады. Мурукта жоқ сарғыш мойындық сырғада біреу ғана, ал кәдімгі казуарларда екеу. Казуар денесіндегі қауырсыны қара дерлік. Бұл құстардың аяқтары керемет мықты және үш саусақтары бар. Оларды қауіп-қатерден өткір тырнақтарымен орналасқан. Құстың салмағы 60 кг жетеді. Бұл түрдің аналықтары біршама үлкен. Оларды жарқын қауырсынымен және үлкен дулығасымен еркектерден ажырату өте оңай. Казуарлар Гиннестер рекордтар кітабына біздің планетамызда ең қауіпті құс ретінде енген болатын. Казуарлар болашақ ұрпақтарына барлық қамқорлық еркекке байланысты екендігі таңғаларлық. Біріншіден, ол ұяны құлаған жапырақтар мен бұтақтардан жинайды. Содан кейін аналық онда бірнеше жасыл жұмыртқа салады. Содан кейін еркек ұрпақты 2 ай бойы инкубациялайды. Содан кейін 1,5 жылға жуық ұрпақты қорғайды және оларды өз тағамдарын алуға үйретеді. Казуарлар керемет жүгірушілер. Орманда өмір сүргендеріне қарамастан олар 50 км жылдамдыққа оңай жетеді. Сонымен қатар 1,5 бұтаның үстінен көп қиындықсыз секіреді.